Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Мен Байзақ ауданы Ғани Мұратбаев гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Омарова Жания Серікбайқызы. Балалар, көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі сабаққа дайын болсақ, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Біз өткен сабақта сөйлем мүшелеріне тоқталған болатынбыз. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз бастауыш. Сабақтың мақсаты сөйлемнің тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелерін ажырату. Құрметті оқушылар, бүгінгі жаңа тақырыпқа байланысты бейне жазбаға назар аударайық. Мүшелері әр отбасы мүшесінің өз орны болады. Яғни әр мүшенің белгілі бір рөлі болады ғой. Иә, осылар сияқты сөйлем құрамындағы сөздердің де белгілі бір атқаратын қызметі бар. Сондықтан оларды сөйлем мүшелері деп атайды. Сөйлем құрамындағы толық мағынасы бар, нақты сұраққа жауап беретін сөздер сөйлем мүшесі болады. Мысалы, біз мектепке автобуспен барамыз. Осы сөйлемдегі әрбір сөздің толық мағынасы бар. Әрқайсысы нақты сұраққа жауап береді. Демек, бұл сөздердің барлығы сөйлем мүшесі бола алады. Қайтадан ағашқа назар аудар. Ол барлық уақытта бір қалыпта бола ма? Жоқ, қыста жапырақтары болмайды. Дәл қазір гүлдері жоқ. Ағашты барлық уақытта ағаш етіп көрсететін негізгі тұрақты бөліктері қайсы? Тамыры, діңі, бұтақтары. Сөйлемде де дәл солай. Сөйлемді жасауға негіз болатын мүшелер бар. Оларды тұрлаулы мүшелер деп атайды. Тұрлаулы мүшелер атқаратын қызметіне қарай бастауыш және баяндауыш деп бөлінеді. Сөйлемнің кім немесе не туралы екенін көрсететін негізгі мүшесін бастауыш дейміз. Бастауыш кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Біз мектепке автобуспен барамыз. Сөйлем біз туралы. Әрі біз сөзі кімдер деген сұраққа жауап береді. Сондықтан біз бастауыш. Астын бір сызықпен сызамыз. Құрметті оқушылар, бейне жазбаны көріп болсақ, сабағымызды бастаймыз. Бастауыш қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөз. Кім-кімдер, не-нелер деген сұрақтарға жауап береді. Оқулығымыздағы 5-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Киіз үй тарихымыздағы ең алғашқы сәулеттік құрылыс. Көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үйдің жалпы салмағы жиһаздарымен қосқанда 300-400 келіге жуық. Кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық киіз үйдің негізгі бөлшектері. Кереге киіз үйдің негізгі қаңқасы болып есептеледі. Ол талдан, қайыңнан жасалады. Дескриптор мәтінді түсініп, мәнерлеп оқиды. Оқушылар оқулықта берілген сұрақтарға жауап беру арқылы мәтіннің игерген білімдерін пысықтайды. Жиһаз сөзіне түсініктеме беріп өтейін. Пайдалану мақсатына қарай ол қонақ бөлме, жатын бөлме, ас ішетін бөлме, жұмыс істейтін бөлме, сондай-ақ балалар бөлмесі, ас үй, жуынатын бөлмеге арналып шығарылады. Жиһаздың жекелеген заттары да, жиһаз гарнитуры да, сондай-ақ бүкіл пәтерге бір бөлмеге немесе бөлменің бір бөлігіне арналған жиһаздар да болуы мүмкін. Киіз үй орталық және Орта Азия халықтарының негізгі баспанасы. Орталық және Орта Азия халықтарының көшпелі тұрғын үйі болып саналады. Ол көшпенділердің тез шығып, шапшаң тігуге, яғни көшіп қонуға ыңғайлы үйі. Оқулықтағы 6-шы жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көркем әрі әдемі дәптерімізге көшіріп жазамыз. Қарамен жазылған сөздердің астын сызамыз. Оларға сұрақ қойыңдар.
Бұл сөздер қимыл иесі болып тұрғанын байқаңдар. Дескриптор сөйлемдерді көшіріп жазады, қарамен жазылған сөздерге назар аударады. Қарамен жазылған сөздердің астын сызып, оларға сұрақ қояды. 7-ші жаттығудағы суретке назар аударайық. Сурет бойынша әңгіме құрастырып жазыңдар. Жазған сөйлемдеріңнен бастауышты табыңдар. Дескриптор сурет бойынша әңгіме құрастырып жазады, сұрақ қоя отырып бастауыштарды табады. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа кері байланыс беріңдер. Егер де сабақ өте жақсы сендерге ұнаса, бірінші күлегешті белгілеңдер. Егер де сабақ ұнамаса, онда екінші күлегешті белгілеңдер. Егер де ұнады, бірақ кемшіліктер бар болса, үшінші күлегешті белгілеңдер. Бүгінгі күндеріңе сәттілік, сау болыңдар балалар.